Саламатсыз ба? Тауарлардың ең қажеттісі қайсысы? Нан ба? Тұз ба? Әлде сүт пе? Енді әркім өз қалтасында не барын қарап көрсін. Sizin summanız 735 tenge. 735, так, 200. Бүгін біз монеталардың қандай болатынын және қайда шығарылатынын, сонымен қатар қашан пайда болғанын анықтаймыз. Ассалаумағалейкум, назарларыңызда қаржы әлемінің қыр-сырын қарапайым тілмен жеткізетін халық сарапшысы бағдарламасы. Мына тиынды қараңыз. Осы ұсақ тиындар болмаса, тауармен көрсетілген қызметке қалай төлейтін едік? Жалпы монеталар деген бір қызық өзі. Бұлардың екі жақ бетіне мұқият қарасаңыз, талай нәрсені көруге болады. Мысалы, мына жақ бетінде номинал көрсетілген болса, екінші жақ бетінде елтаңба белгіленген. Ал осы тиындарды шығару үшін қаншама адам еңбек ететінін кім біледі? Біздің сарапшыларымыз Қазақстан монеталары қайдан шығарылатынынан хабардар ма екен? Монеталар қай жерде шығарылатынын білесіз бе? Ұлттық банкте шығар. Казахстанские монеты производятся в республике. Қазақстан монеталары еліміздегі Өскемен қаласында орналасқан Қазақстан теңге сарайында шығарылады. ТМД бойынша тек 3 мемлекетте ғана өзінің монета сарайы бар. Ол Қазақстан Республикасы, Украина және Ресей. Айналымдағы монеталардан өзге зауытта пруф сапалы коллекциялық және қазақстандықтардың сұранысына ие инвестициялық монеталар шығарылады. Өскемен қаласы өзінің металлургия өндірісімен әйгілі. Ал осы мекеме тиын ғана шығара ма? Теңге сарайымыз тағы несімен белгілі екен? Біздің теңге сарайымыз қандай өнім шығаратын білесіз бе? Тиын шығарады ғой, монет шығарады. В нашем предприятии изготавливают. Сондай-ақ біздің кәсіпорында Қазақстан Республикасы түрлі министрліктер мен ведомстволары үшін төс белгілер шығарылады. Елеулі даталарға орай белгілер мен медальдар да өндіріледі. Әртүрлі спорттық жарыстарға да керегін шығарамыз. Таңбалар, мөрлер жасаймыз. Аз уақыттың ішінде Қазақстан теңге сарайы жоғары технологиямен жабдықталған дамыған кәсіпорынға айналды. Сонымен біз сіздермен теңге сарайы өзіміз күнделікті қолданып жүрген тиынды ғана емес, сонымен қатар коллекциялық және инвестициялық монеталарды, түрлі ордендер мен медальдарды шығаратынын білдік. Ал осы коллекциялық және инвестициялық монеталардың дизайнын кім ойлап табады екен? Біздің Қазақстан монеталарының дизайнын кім ойлап табады? Енді дизайнерлар бар шығар. Енді мүмкін шетелден дизайнерлер шақырып жатқан шығар. Дизайн монет. Айналымдағы инвестициялық мерейтойлық естелік монеталарының дизайнымен маркетинг бөлімі айналысады. Банкноттар мен монеталардың дизайнымен, сараптаумен, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу департамент айналысады. Біздің бөлімде алдағы 5 жылдың тақырыбы пысықталады. Өте маңызды жұмыстарды орындау үшін оның тақырыбын жан-жақты талқылап, жасалатын материалын кітапханалардан, ғаламтордан іздеп, зерттеп барып жүзеге асырамыз. Работа мы всегда думаем. Демек, барлық ұлттық ақшамыз бен марапат белгілері Қазақстанда шығарылады екен ғой. Олай болса, өзіміздің монеталарды ұлттық мақтанышымыз деуге толық қақымыз бар. Өйткені Қазақстанның теңге сарайы мамандарының шеберлігін әлем жұртшылығы жоғары бағалап, марапаттап, мойындап қойған. Ал енді осы монеталардың қалай пайда болғанын білейік. Монеталар қашан пайда болды және қазір оларды қалай шығарады? Бұл жөнінде сауалдың негізі айдарынан жауап іздейміз. Біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда Мысырда және Кіші Азия территориясында алтын, күміс және мыс ақша есебінде пайдалана бастады. Алғашында кесек түрінде, сосын оларға бүгінгі сынаманың негізі болып есептелетін мөр босатын. Осылайша күллі әлем монетаны біле бастады. Монета сөзінің шығуында ежелгі римдіктер себепкер көрінеді. Олар тиындарды соғу үшін шеберхана ретінде өздерінің жебеушісі Джуно монета ғибадатханасын қолданған. Осыдан барып тиындар монета атанып кетсе керек. Қазақстан аумағында алғашқы қолданылған монеталар Қытайдың үшу атты тиындары болатын. Қазіргі Қазақстанның аумағында монеталар алғашқы рет
5 ғасырда пайда болды. Алайда олардың барлығын айталық Қытайдың, Византияның тиындарын өзге елдерде сауда жасаған көпестер әкелген болатын. Айналымда сондай-ақ Рим, Араб халифаты, Үндістан және Монғолия монеталарында жүрді. Жібек жолы біздің еліміздің ішімен өтетін болғандықтан, әлбетте көпестер, саудагерлер саудасын әртүрлі елдердің монеталарымен жасағаны түсінікті. 1992 жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасының үкіметі монетаны өнеркәсіптік деңгейде өндіру мәселесін қолға алды. Осыған байланысты байқау жарияланғанда алдыңғы қатарлы машина жасау, металлургиялық зауыттардың өкілдері өздерінің жобасын қағаз жүзінде ұсынды. Ал Ульба металлургиялық комбинатының директоры әртүрлі үлгідегі жасалған дайын монеталарды алып келеді. Міне сондықтан да еліміздің теңге сарайы Өскеменде құрылды. 1992 жылдың қараша айында Қазақстан ұлттық банкінің тапсырысы бойынша айналымға түсетін алғашқы монеталар шығарылды. Ал келесі жылы президент әкімшілігі наградаларға тапсырыс береді. Арада 5 жыл өткенде кәсіпорын Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің Қазақстан теңге сарайы деген мәртебеге ие болады. Самые первые серебряные монеты. Ең бірінші күміс монеталар тәуелсіз елімізде 1995 жылы Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойына арналып шығарылды. 5 монетадан тұратын өте әдемі жиынтық қазір оңайлықпен табыла қоймайды. Которые в данный момент стали большим раритетом. Отандық коллекциялық монеталар жыл сайын елеулі халықаралық көрмелер мен байқауларда жүлделі орындарды иеленеді десек, артық айтқандық емес. Самые первые монеты, которые были... Ең алғашқы, ең әдемі монеталардың бірі Салт атты және Регелдің қызғалдағы бейнеленген монеталар. 2007 жылы Ресейдің көне қаласы Суздальда өткен байқауда осы екеуі жүлделі орындалды. Ал қазір санап отырсақ Германия, Австралия және Италияда өткен әртүрлі байқауларда біздің 8 монетамыз жоғары бағаланыпты. Қазақстан монета сарайының монеталары өз еліміздегі абыройлы сыйлық қана емес, сондай-ақ әлемдегі нумизматтардың арасында беделі жоғары тиындар. Нумизматика сөзі латын тіліндегі номизмадан шыққан. Жалпы нумизматика теңгелердің тарихы мен ақшалардың айналымын зерттейтін ғылымның түрі. Ал бүгінгі халықтық маркетинг айдарында нағыз нумизматты көресіздер. Сол маркетологымыз еліміздің коллекциялық және инвестициялық монеталары, нумизматтары қандай ерекшелігімен жаулап алатынын айтып береді. Иван Глущенко нумизматикамен 15 жылдан бері айналысып келеді. Бүгін ол өзінің дүниесіне ревизия жүргізіп, коллекциясын жыл сайын Қазақстан теңге сарайының өнімі толықтырып жатқанын анықтады. Мұның себебі де жоқ емес. Наши монеты, безусловно, можно считать. Біздің монеталар сөз жоқ ұлттық мақтанышымыз деуге болады. Өйткені олар бір емес, бірнеше рет түрлі халықаралық байқаулар мен көрмелерде әлемді мойындатты. Тіпті оны қолға ұстағанның өзі қандай жағымды десеңізші, көз алмай қарай бергін келеді. Даже глядя на наши монеты. Нумизматикамен айналысып, монеталарды коллекциялауға басты мақсат пайда табу емес. Ондай ойыңыз болса, өзіміздің теңге сарайы шығаратын арнайы инвестициялық монеталар бар дейді маркетологымыз. Егер отандық монеталар туралы айтатын болсақ, коллекционерлер бас қосатын сайттардағы бағасы әртүрлі. Енді ол айталық номиналына, жасалған металлына, тиражына байланысты. Мысалы, әлдебір күміс монета $100, алтыны 1000 теңгеге бағалануы мүмкін. Иванның айтуынша, нумизматтар сериямен шығарылған монеталарды жоғары бағалайды екен. Бір данасы ғана емес, толық бір сериясы болғаны маңызды көрінеді. Сондықтан біздің маркетологымыз коллекциясын үнемі толықтыру үстінде. В первую очередь, наверное, конечно, ощущение. Әрине, адамды ең алдымен бұған ішкі қызығушылығы итермелейді. Енді сондай қызығушылық болғасын, кейбір қазақстандық 50 теңгелік, 100 теңгелік ескерткіш монеталарды толықтыруды көздедім. Еуропалық монеталарға келетін болсақ, олардың еуро шыққанға дейінгісін жинасам деймін. Памятных монет. Біздің халықтық маркетологтарымыздың сөзіне сенсек, нумизмат болу үшін сирек кездесетін монеталарды жинаудан бастасаңыз жеткілікті екен. Әлбетте, ісіңізді бастау үшін қызығушылық болу керек. Естественно, нужно. Егер монета жинайтын болсаңыз, әрине ол монеталар туралы барлығын білу қажет. Тарихын, қандай жағдайда шығарылғанын, оның шығуына не мәселе түрткі болғанын барлығын білуің керек. В каких условиях? Мамандардың айтуынша, асыл металдар уақыт өткен сайын құнды бола түседі. Меніңше, коллекциялық және инвестициялық монеталар ұзақ мерзімге салып қоятын инвестицияның керемет түрі. Өйткені мұндай монеталар
күн санап қымбаттай бермек. Қаржы әлемінде анау айтқандай күрделі еш нәрсе жоқ. Халық сарапшысын тамашалап, осы сөзімізге көз жеткізсеңіздер болады. Қазір ғаламторға кіріп, жаныңа керек дүниені сатып алуға болады. Демек, жаңалықтардың барлығын интернет қолданушылардан сұрау керек. Кезекті интернет форум айдары. Бүгін біз сыңғырлаған ақша туралы әңгіме өрбітеміз. Халық сарапшысының интернеттегі бөліміне Асылбек деген азамат мынадай сауал жолдапты. Коллекциялық монеталарды банктерден ғана сатып алуға бола ма? Коллекционные инвестиционные монеты. Коллекциялық инвестициялық монеталарды ұлттық банктың бөлімшелерінен де интернет дүкендерден де алуға болады. Ұлттық банкі өткен жылы қараша айында өзінің интернет дүкенін іске қосты. Ол жерден кез келген адам монеталардың коллекциялық және инвестициялық түрлерін сатып ала алады. Ғаламторда монеталар мағлұмат жеткілікті. Ол жерде монеталардың тізімі де бар. Интернет дүкенінен монета сатып алған жағдайда жеткізілуі мен сақтандыруына белгілі бір сома алынады. Сақтандыруға монетаның құнынан 1% толады. Ол енді клиент монетасын жоғалтып алса, монетаның құны мен жеткізілуі сақтандыруына алынған сома толық қайтарылуы үшін қажет. Ұлттық банкі интернет дүкені тәулік бойы жұмыс істейді. Тек кешкі сағат 5 пен 8-дің аралығында құнды металдан жасалған инвестициялық монеталардың бағасын жаңарту жұмысы жүреді. Себебі күнделікті алтын мен күмістің бағасы әлемдік нарықта өзгеріп отыр. Золото и серебро ежедневно обновляется и устанавливается. Енді ұлттық банктың ақпараттық алаңындағы Профинанс КЗ форумына жіберген Назым есімді қарындасымыздың сұрағын көрейік. Қазақстан монета сарайы алтынның қандай сынамасын қолданады? Тек 999 сынамасын қолданады. Алтынның өндірілген жеріне еш байланысты емес. Егер сізде ақша туралы және ақшаға қатысты мәселені бізбен бірге талқылағыңыз келсе, ойларыңызды ұлттық банктың ақпараттық алаңындағы Профинанс КЗ форумына, әлеуметтік желідегі халық сарапшысы бөліміне кіріп, Press National Bank KZ электронды адресіне жіберсеңіздер болады. Сондай-ақ сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды экранда көріп тұрған телефон нөмірлеріне қоңырау шалып айтсаңыздар да болады. Бүгін біз Қазақстан теңге сарайы мен оның өнімдері туралы біраз мағлұмат алдық. Сондай-ақ монеталарды инвестициялау мақсатында қалай қолдану туралы білдік. Енді осы тақырыптың маңызды тұстарын бір шолып өтейік. Қазақстанның теңге сарайы циркуляциялық монеталар, яғни айналымдағы монеталар шығарады. Инвестициялық және коллекциялық, сондай-ақ наградалар, медальдар, сувенирлер мен өзге де өнім өндіреді. Қазақстанның теңге сарайының өнімдері елімізде ғана емес, шетелдерде де жоғары бағаланады. Егер монета сыңғырлап тұрса, онда сызат пен жарықшақтың болмайтынын білесіз бе? Бұндай дыбыс өз кезегінде тиынның сапалы екенін де білдіреді. Жалпы тиынның шылдырынан оның нақтысын жалған түрінен де ажыратуға болады екен. Ақшаларыңызды анда-санда тексеріп тұруды естен шығармаңыздар. Сіздер халық сарапшысы бағдарламасын тамашаладыңыздар. Өздеріңізбен болған Досан Қызайбекұлы. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше және әмияндарыңыз ортаймасын ағайын.